Сәлеметсіздер, 8 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода 3-ші тоқсанның 2-ші ПЖБ-сын талдап беретін боламын. Бөлім махаббат және абырой, яғни 2-ші БЖБ. Бізде тапсырма Жамал ескіліктің құрбаны тақырыбына әдеби эссе жазыңыз. Жазылымда шығарманың көркемдік идеялық құндылығын нақты көрсетіп, гуманистік тұрғыдан талдау жасаңыз дейді. Видеоны көріп бастамас бұрын алдымен оқушыларым каналға тіркеліп алайықшы. Себебі сендер тіркелсеңдер маған үлкен көмектерің болар еді. Ендеше тапсырманы орындайық. Эссені орындаймыз. Эссе кішігірім эссе жазамыз. Міржақып Дулатовтың аталмыш туындылардың бірі бұл Бақытсыз Жамал шығармасы. Бұл шығарма қазақ әдебиетінің тарихында өзінің әдеби нақышымен әрі прозалық сюжетімен үлкен орын алады. Оған қоса бұл прозалық туынды қазақ әдебиетінің тарихында тұңғыш рет роман деген анықтама алған туынды болып табылады. Осылай кішігірім эссе жазамыз. Бұл эссені көшіріп алу міндетті емес. Өз ойларымен Бақытсыз Жамалды түсінгендерің бойынша жазсаңдар болады. Бұл менің тек мысал келтіргенім ғана.